Сәлеметсіздер ме? Мен Төлегенова Күнсая. Сіздерге халықаралық экономика пәнінің халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік тақырыбында өз дәрісімді таныстырамын. Жалпы біз бұл жерде үш сұрақты қарастырамыз. Жалпы тепе-теңдік теориясы, халықаралық сауданың стандарты моделі, сауда шарттары. Өзара сұраным теориясы негізінде жалпы тепе-теңдік моделін ағылшын экономистері, экономиканың неоклассиктер мектебінің өкілі Альфред Маршалл мен маржиналистер өкілі Фрэнсис Эджуард шетелде 20 ғасырда құрған болатын. Содан бері ол халықаралық экономика теорияларына сәйкес даму үстінде және қазіргі кезде халықаралық сауданы түсіндіретін басты теория болып отыр. Яғни осыған өздерінің үлесін қосқан ағылшын экономисті Джеймс Смит, ол әлемдік сауда мен капитал қозғалысын зерттеуде Беркли әлемімен Нобель сыйлығын 1977 жылы бөліскен болатын. Жалпы халықаралық тепе-теңдік ол ішкі және халықаралық саудада, ішкі және әлемдік нарықта тауарға деген сұраным мен ұсынымның бір уақытта тең болуы болып табылады. Сонымен халықаралық сауданың стандартты моделі халықаралық саудада жалпы тепе-теңдік моделі болып табылады. Және елдің ішіндегі тауарға деген сұраным мен ұсынымды соған деген шетелдегі сұраным мен ұсыныммен байланыстырады. Ол өзара сұраным түсінігіне негізделеді, ал өз кезегінде экспортқа басқа тауарлардың әртүрлі санын сатуға, оған түрткі болатын импорт және тауардың қанша мөлшерде керек екендігін көрсетеді. Модель халықаралық сауданың барлық негізгі параметрлерін, онымен байланысты ұлттық экономика параметрлерін оқып үйренуге мүмкіндік береді. Ол өндіріс жағдайында көрсетеді және тұтынушылардың артық бағалауын, сондай-ақ өндіру мен тұтыну шамасын және әрбір елдің салыстырмалы артықшылығы сияқты сауда болмаған жағдайда салыстырмалы тауар бағаларын көрсетеді. Сауда жағдайында модель әрбір тауар өндірісінде елдің мамандану деңгейін, сауданың көлемін, сауда жағдайын, саудадан отысты және оның елдер арасында бөлуін көрсетеді. Ішкі және халықаралық саудада, яғни ішкі әлемдік нарықта тауарға деген сұраным мен ұсынымның бір уақытта тең болу жағдайында ғана жалпы халықаралық тепе-теңдік жетеді. Халықаралық сауда қатынасының құрылымын негізінен екі түрлі бағытта қарастырылады. Олар географиялық бөліну тұрғысынан, яғни географиялық құрылымы бойынша, сондай-ақ товарлық толығулар тұрғысынан, яғни товарлық құрылымы бойынша. Географиялық құрылым сауда ағымдарының жекелеген елдер арасында және аумақтық немесе ұйымдық белгілері бойынша елдер топтары арасында бөліну болып табылады. Аумақтық географиялық құрылым әлемнің бір бөлігінде бағытталған сауда ағымдарының ұйымдық құрылымы белгілі бір интеграциялық бірлестік шеңберінде елдерге немесе одақтар мен ұйымдарға мүшелерге бағытталған сауда ағымдарын айқындайды. Халықаралық сауда стандарты моделі ерекше көңілді қоғамдық жиынтық сұранымға топтастырған неоклассиктер мен көптеген экономистердің күштерінің қосылуының нәтижесінде болды. Яғни классикалық модельдің нақты тауардың шектелген шеңберіндегі сұраныс пен ұсынысқа сүйеніп жүргізілді. Стандартты модель жиынтық сұраным мен ұсынымға дейін кеңейтілді. Салыстырмалы бағалардың өзгерісіне негізделген өзара тәуелділік сауда шарттары арқылы көрінеді. Сауда шарттары дегеніміз ол бір елдің немесе елдер тобының белгілі бір тауарлардың экспорттық және импорттық бағаларының ара қатынасы болып табылады. Экономикалық көрсеткіш ретінде сауда шарттары келесі формаларда қолданады.
Ол біріншісі таза бартерлі сауда шарттары, сауданың табысты шарттары, сауданың факторлы шарттары. Халықаралық сауданың экономикалық өсіміне байланысты олар, яғни әсері ол үш түрлі болуы мүмкін екен. Яғни олар экспортқа бағытталған өсім, елдің экспорттайтын товарларының өндірісінің кеңейту, импорт алмастырушы өсім, ел импортын сатып алатын товарларды өзінде шығаруын кеңейту, сондай-ақ бейтарап өсім, елдер арасында сауда шарттары өзгерместен халықаралық сауда көлемінің артуы. Жалпы халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік тақырыбында дәрісім осымен аяқталды. Сау болыңыздар.